Армысыздар менің құрметті көрермендерім, Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Намыстың таяғы. Ауыл маңайындағы ашық алаңқайға зауыт салынады деген сыбыс естіліп, ел ішіндегі жұртшылықтың бірі алаңдап, бірі асыға күткен сыңайы бар. Ауыл тұрғындарының көбісі жұмыссыз, әсіресе жастар жағы аталмыш жұмыс орны ашылса, бір қолға бір күрек табылар еді-ау деп жүр. Егін шаруашылығымен айналысатын ер азаматтардың қатарына нәзік жанды әйел адамдар да қосылған. Бала шағасын асырап, күн көріс қамымен шаң жұтып, маңдай терлеткен нәзік жанды тіршілік иелері бүгінде айнаға қарап отыратын шамалары жоқ. Біразы көп балалы аналар. Нарық әрбір үйдің төріне шыққан заман ғой. Әкесімен бірге белді буып іске кіріскен өрімдей жасару Қайрақбайдың кіші қызы Камшат. Ұлдың үлкендері үйленіп көрші ауылдарға қоныс аударып бөлек шығып кеткен. Камшаттың анасынан жастай жетім қалып, әкесінің екінші әйелінің оң қабақ таныта бермейтініне де көндігіп алған. Мектепті жап-жақсы бітіргенмен басқа сыныптас қыздар сияқты арман қуып алысқа бара алмады. Өзінен кейінгі екі егіз інілерін жеткізуі тиіс. Ана аманатына қиянат жасау күнә деп біледі. Осы екі Құдияр мен Алдиярды босанған бойда көп ұзамай көз жұмған анасы Шәмсияның рухы Камшаттың үнемі жанында жүргендей сезінеді. Жаздағы ыстық аптапта маңдайларынан ащы тер аққанымен көпшіліктің күзге қарай егін теріп жиналғанда белдерін бір жазып, сабантой жасап, арқа-жарқа болатыны бар. Барға шүкірлік ететін қариялары бар ауылдың жастары әдептен озбаған, алайда жұмыссыздықтан қажыған жастардың қатары аз емес. Тіпті жас келіндер де белін буып ерлерімен бірге шай суын беруге бірі жаяулатып, бірі кетіп бара жатқан көлікке жармасып келіп-кетіп жүреді. Бір кездері аудандық ауруханаға орналасқан тері илеу фабрикасы бар ауданмен іргелес қонған кеңшар қазірде қарабайыр тіршілікке мойынсұнған. Орталық көшеде бірнеше дүкен клубтар есіктерін айқара ашып, қыз-келіншек, боз балалар бірі гитарасын ұстап, әндетіп, бірі домбырасын шертіп жатады. Бүгінде сұрықсыз күй кешкен ауыл көрінісіне жүрегің сыздайды. Алайда ауыл жастары қазірде қалт етсе, адал нан табудан қашайын деп тұрған ешқайсысы жоқ. Өкінішке орай, уақыт озған сайын оларды сабырға шақырып қоятын ауыл ақсақалдарының қатары сиреп барады. Әлқисса айтылған әңгіме, естілген сыбыс расқа айналып, шынымен ауыл іргесінде зауыт ашылды. Әлемге танылған алпауыт мемлекеттің адамдарынан құралған компания басшылары бекітіліп, жұмыс басталып та кетті. Әлгіндегі жұмыссыз жастар түгел жапа-тармағай құжат өткізіп, дәрігерлік тексерулерден өтіп, жұмысқа қабылдана бастады. Күндер өтіп жатты. Зауыт қабырғалары бой көтеріп, жұмыс түрлері анықталды. Қазақ жастары атқаратын міндеттер де айқындалды. Тек жігіттер ғана емес, қыз балалар да, тіпті кейбір келіндер де жұмысқа кіруге ынта танытып кірісіп кетті. Жұмыс берушілер барынша қаталдық танытып, еңбек заңы, адам құқығы бұзылып, түсініспеушіліктер орын алып жатты. Қатал тәртіпке бойын үйрете алмаған кейбір буыны қатпаған жастар жұмыстан шығып та қалып жатты. Санаулы күндер жылдам өтіп, іргесі күзде қаланған зауыт көктемде кәдімгідей үлкен мекемеге айналды. Өзге тілде сөйлейтін басшылар қатары артып, саны көбейді. Аракідік облыс, аудан басшылары да төбе көрсетіп, келіп-кетіп жатады. Аудармашылар жанында жүріп, екі елдің басшыларына алтын көпір қызметін атқарды. Көктем келіп, малшылар жайлауға көшіп жатса, егіншілер жердің жылуын күтіп, егін алқабын дайындауға кіріскен кез. Еңбекпен есейген қыз не ойын баласы болып аулада ойнамаған Камшат өз міндетін жауапкершілікпен атқарып шаршағанын білдіртпей шыдап бағуда. Өгей анасы арасында ертерек келіп, кешкі тамақ жасасаң болмай ма, ана екеуінің киімін кім жуады деп қалатыны тағы бар.
Кәмшат бүгін жұмыстан жалақысын күтіңкіреп кеш шығуға тура келді. Алғашқы болып ай жалақысын алғандар үйлеріне кетіп жатты. Кәмшаттың аты жөнін таппағандай қағаздағы тізімге үңіліп өзара өз тілдерінде сөйлесіп қояды. Ақша беруші екі жігіт киім-кешек ере берген Кәмшат кеш түсіп барады. Қас қарайған шақта жалғыз жүрмей ертең алармын деген оймен теріс айнала бергені сол еді. Тасадан бейтаныс жігіт сыртынан қапсыра құшақтап ары қарай сүйрей жөнелді. Осы кезде әлгі есеп айырысып жұмысшылардың жалақысын таратып тұрған жігіттер де қарқылдай күліп өз тілдерінде бірдемелер айтты. Қызға жақындай түсті. «Көмектесіңдер, кім бар?» деп ышқына айқайлаған Кәмшаттың даусы бірте-бірте баяулап алыстап бара жатқандай. Осы кезде жалақысын алғанына қуанған Дүйсен есімді ауыл азаматы асығып жүріп түскі ас салып әкелген ыдыстарын ұмытып бара жатқаны есіне түсіп қайта оралды. Кәмшаттың даусын еміс-еміс естіп қалған ол жылдам жүгіріп жетті. Қабырға тасасында умар-жумар қимыл мен талықсып жатқан қызды көріп қалған Дүйсен істің мән-жайын бірден түсінді. Жолда жатқан жуан ағаш кесіндісін ала жүгірген ол алысқа ұзай қоймалаған әлгілерді кезек-кезек сілейтіп салды. Желке тұсына таяқ деген жігіт бастықсымақ жұмысшылардың бақылап жүретін таныс жігіт екен. Ол өз тілінде жанұшыра айқайлап сол қолын шошаңдатып Дүйсенге бірдеме деп жатты. Кәмшатты көтеріп алып жол жиегіндегі скамейкаға отырғызған Дүйсен ары қарай не істерін білмеді. Аудан орталығындағы дәрігерге апарын не үйіне апару керектігін білмей дал болды. Ол ауылдас әрі сол зауытта істейтін жолдасы Әмірге телефон шалды. «Әмір, көлік керек, тез жет. Кәмшат жұмыста ауырып қалыпты. Нұрболды ала кел». Ештеме түсінбеген Дүйсен қолындағы жалақысын анасының қолына ұстатты да «Қазір келемін». Бір шаруа шығып қалды. Оның жылдам қимылына келмей жатып қайта кеткенін анасы Жәмила бір жағдайдың болғанын сезді. Қанға оранған, беті жерге тиіп сыдырлаған Кәмшат дір-дір етеді. Жылайын десе, ыза мен қорқыныштан көзінен жас шықпайды. «Дүйсен, мені үйіме апармашы» деді өтінгендей. Анам не дейді? Әкемнің бетіне басады ғой, сенің қызың деп. Жақсы, біздің үйге жүр. Апам да Күләш та түсінеді. Ертеңіне ауыл жастарын жинап Дүйсен болған оқиғаны айтты. Намысына тиген жігіттер бір ауыздан әлгі үшеуін ортаға алды, сазайын берді. Қыздың арын төгуге жол беру, басқа шығарып төрден орын беріп, басындырып қойғанымыз ұлтымызға сын. Әп сәтте басшылар болған жайтты талқылауға кірісті. 2 күн зауыт жұмысы тоқтады. Апта бойы іс қаралып, соңында Дүйсен абақтыға жабылды. Зауыт жұмысы жалғасын тапты. Отандық басшылар енді осындай қылық танытып бассыздық жасайтын болсаңдар, жұмыстан шығасыңдар деп ауыл жастарына ескерту жасады. Намыстың таяғы қатты тиген Дүйсен және басқа ауыл жастары шарасыз еді. Кәмшат есін жинады. Болған іске болаттай керектігін ақылға салды. Қайратын жинап, демалыс күні түнделетіп келіп, зауытқа іргелес салынған әлгілер орналасқан жатын бөлмеге өрт қойды.